Көп адамдар таңертең ояна салып, таңғы асқа кофе ішеді. Кейбіреулер ояна салып су ішпестен тұрып, кофе ішуге құмартып тұрады. Бірақ оны бекер жасайды. Кей кезде бізде асықпай отырып таңғы ас ішетіндей уақыт болмайды. Банан, бутерброд сияқты жылдам желінетін тағамдарды ауызға тыға салып жеп аламыз. Жұмысқа немесе сабаққа жүгіреміз. Бұлай жасауда дұрыс емес. Ал сіз білесіз бе, диетологтар кейбір өнімдерді аш қарынға жеуге болмайтынын дабыл қағып айтуда. Ол өнімдер адам организміне айтарлықтай зиянын тигізуі мүмкін. Тіпті аш қарынға пайдалы өнімдердің өзін тұтынған жағдайда да пайдасынан гөрі зияны көп болып жатады. Ал бізге оның зияны тиіп жатқанын ешкім біле бермейді. Ендеше бұл қандай өнімдер екенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарауға кеңес береміз. Бұл видеода біз аш қарынға жеуге болмайтын өнімдер туралы толық ақпарат беретін боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Олай болса, кеттік. Аш қарынға жеуге болмайтын бірінші өнім ол банан. Мен өз басым бананды қатты жақсы көремін. Бұрындары таңғы ас ішпеген кездерде 1-2 банан жеп алып жүре беретінмін. Әрі таңғы ас ішуге де уақыт кетпейді деп ойлайтынмын. Кейін бұл әрекетім дұрыс емес екенін білген соң аш қарынға банан жемейтін болдым. Банан, магний, кальций, калийге толы жеміс. Егер сіз таңертең магний мен калийді дозасынан көп тұтынатын болсаңыз, сіздің жүрегіңізге бұл витаминдердің кері әсер етуі мүмкін. Сол себепті аш қарынға банан жеу жүрек қан тамыр ауруларына алып келуі мүмкін. Аш қарынға банан жеуден бас тартыңыз. Цитрусты өнімдер. Цитрусты өнімдерге апельсин, лимон, мандарин, лимон қосылған су және де тағы да басқа цитрусты шырындар жатады. Бұл өнімдерді аш қарынға тұтынуға болмайды. Себебі бұл өнімдерде қышқылдылық жоғары. Аш қарынға бұл өнімді жеу арқылы сіз асқазаныңыздағы қышқылдылықты арттырып аласыз және асқазанда гастрит пайда болу қаупі өте жоғары болады. Егер әр күні цитрусты өнімдерді аш қарынға жей беретін болсаңыз, алғашында изжога болып жүрегіңіз айнуы мүмкін. Ал сонда да доғармайтын болсаңыз, асқазаныңыздағы созылмалы ауруға тап болуыңыз мүмкін. Келесі өнім ол алмұрт. Жаңа ғана оянған организмге алмұрт жеу ұсынылмайды. Себебі алмұрт құрамында қорытылуы қиын ірі талшықтар бар. Бұлайша айтқанда клетчаткалар бар. Таңертең аш қарынға алмұрт жейтін болсаңыз, ас қорыту жолының шырышты қабатын зақымдауға алып келеді. Ал бұл өз кезегінде денсаулығыңызға қауіп төндіреді. Сол себепті таңертең қандай тамақ жеп жатқаныңызға мән беріңіз. Аш қарынға тұтынуға болмайтын келесі бір өнім ол сүт өнімдері. Оларға сүт, айран, йогурт секілді заттар жатады. Өнімдерді аш қарынға тұтыну зиян емес, бірақ пайдалы да емес. Яғни таңғы уақыт сүт өнімдерін тұтынуға қолайлы уақыт емес. Бұл өнімдерді тұтынудың ең пайдалы уақыты кешкі астан кейінгі уақыт. Сүт өнімдерін аш қарынға не үшін ішуге болмайды? Себебі сүт ішкен кезде пайдалы бифидобактериялардың барлығын асқазан шырышы өлтіріп тастайды. Соның салдарынан сүттің адам ағзасына берер пайдасы болмай қалады. Ары қарай кеттік. Кез келген салқын сусындар. Тіпті салқын бір стақан қарапайым судың өзі аш қарынға ішуге болмайды. Таңертең ояна салып бір стақан су ішсеңіз, бұл өте дұрыс. Алайда көп жерде айтылмай қалатыны қандай су ішу. Әрине салқын емес, жылы, бөлме температурасындағы суды ішкен пайдалы. Егер салқын су ішсеңіз, оның пайдасынан көрі зияны көп болады. Салқын су ішкен кезде асқазанның шырышты қабығы тітіркенеді және де қан тамырлары тарылады. Одан кейін асқазан ішек жолдарында қорытылуы процесі бұзылып, тамақ жеуден қиналатын боласыз. Газдалған сусындарды да аш қарынға ішуге тыйым салынады. Мұны айтпасам да білетін шығарсыздар.
аш қарынға былай тұрсын, жалпы газдалған сусындарды ішуге болмайды. Оның адам ағзасына зиян екенін білесіздер. Десе де, айта кетейін, мұндай сусындарды аш қарынға ішуге еш себеп жоқ. Дәрігердің нұсқауымен ғана аш қарынға газдалған су іш дейтін болса ғана рұқсат етіледі. Ол кезде де суды әбден шайқап болған соң ішу керек. Келесі өнім видеоның басында айтып өткендей кофе. Бұл өнім жайлы толығырақ айта кетейін. Көптеген адамдар таңын кофемен бастап жатады. Кофені аш қарынға ешқашан ішуге болмайды. Асқазанға тамақ барғаннан кейін іше беруіңізге болады. Кофенің құрамында кофеин бар. Кофеин асқазандағы сөл бөлінуді тездетеді. Сіз егер аш қарынға кофе ішер болсаңыз, асқазанда шамадан тыс бөлінген сөл асқазанды қатты тітіркендіреді. Бұл процесс көп қайталана беретін болса, асқазаныңызда гастрит пайда болуы мүмкін. Келесі өнімдер ол шикі көкөністер. Мұндай өнімдерге қызанақ, қияр секілді көкөністерді жатқызуға болады. Олардың ішіндегі асқазанға ең зияндысы қызанақ. Неге дейсіз бе? Себебі қызанақтың құрамында асқазанды тітіркендіретін қышқылдар мен клетчаткалар бар. Оның ішінде танин қышқылы өте көп. Бұл танин қышқылы асқазанда гастрит пайда болуына себепші бола алады. Сол себепті дәрігерлер гастритпен ауырған адамдарға бірінші кезекте қызанақ жеуге тыйым салады. Аш қарынға жеуге болмайтын соңғы өнім ол тәттілер. Құрамында қант көп кездесетін кез келген өнімді айтсақ болады. Мәселен, таңғы асқа тұтынатын жүгері үлпілдектері, одан басқа шоколадтар, торттар мен пирогтар аш қарынға жеу адам ағзасына зиянын тигізбей қоймайды. Таңғы асқа тәтті жеген адамның асқазанының асты ауырып, оның жұмысын тоқтатуға дейін апарады. Асқазандағы инсулин гормонының деңгейін өсіреді. Бұл гормон ұйқы безінен бөлінетін ағзадағы көмірсуларды реттейтін гормон. Осы гормонның жұмысы бұзылады. Денеңізде артық май жиналуына себепкер болады. Және де қандағы қант деңгейін көбейтіп, қант диабетіне шалдықтыруы мүмкін. Сонымен достар, аш қарынға жеп ішуге болмайтын 9 түрлі өнім жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Дертіңізге шипа болатын басқа да видеоларды қарап, өзіңізге керегін алуыңызға болады. Өз денсаулығын жақсы күтетін дені сау қазақ көп болсын десеңіз, арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіз. Дертіңізге шипа болсын. Сау, саламатта болыңыздар.